Барлықтарыңызға қайырлы күн. Құрметті менің алғашқы бейне сабағым байқауына қатысушылар, әділ қазалқалары. Мен гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетінің тарих мұғалімдерін даярлау мамандығының 4-ші курс студенті. Есімім Аярбек Мадина. Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан. Жалпы негізі сабақ 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, Ұлы Отан соғысының басталуы, қазақстандықтардың майдандағы ерлігі және қазақстандықтардың тылдағы ерлігі туралы. Сабақтың жалпы мақсаты Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан экономикасы, майдандағы қазақстандықтардың ерлігі және олардың соғысқа қосқан үлесі жайлы түсінік қалыптастыру. Жалпы негізі бізде 1941-45 жылдар аралығында Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы, яғни екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде мәңгілік тарихқа енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып ұрыстарға қатысты. Соғыстың басталуы және оның сипаты туралы тарихи деректерге сүйенетін болсақ, шабуыл жасаспау туралы, яғни 1939 жылы 23 тамыздағы Кеңес одағымен жасасқан келісімді фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда бұзып, соғыс жарияламастан КСР аумағына аяқ астынан басып кіреді. Жалпы негізі 41 жылдың 22 маусымда фашистік Германия әскері Кеңес одағына тұтқиылдан соғыс жарияламастан басып кірді. Кеңес халқының Ұлы Отан соғысы, яғни отан үшін, отанын қорғап қалу үшін шетел басқыншыларын азат ету соғысы осылай басталады. Кеңестік әскери күш бейбіт уақыт жоспарына сай орналасқандықтан соғыс қимылдары басталған территорияларға тартылу барысында жау соғыстың алғашқы 5 айында мемлекеттің 5% халқы тұратын аумағын жаулап алады. Яғни Германия КСР-ға қарсы барлық қарулы күшінің 70%-ын 5,5 миллион адамнан тұратын 190 дивизия, 4300 танк, 5000 ұшақ шоғырландырады. Батыс шекаралық округтердегі қызыл әскер күштермен салыстырғанда Германия әскерлі едәуір көп және қару жағынан да басым болды. Адамзат тарихында ірілі-ұсақты 15 мыңға жуық соғыстар болған. Бірақ соның ішіндегі ең ауқымдысы, құрбандары ең көбі, алапаттығы жөнінен ең жантүршігерлігі осы екінші дүниежүзілік соғыс болды. Және оның ажырамас бөлігі Ұлы Отан соғысы. Соғыстың бірінші күнінен бастап Қазақстанда әскери бөлімдер құрыла бастады. Алғашқылардың бірі болып Панфилов қолбасшылығындағы 316 жатқыштар дивизиясы құрылды. Республикада барлық сала әскери жолға қайта құрылды. Ол кездегі негізгі ұран барлығы жеңіс үшін, барлығы майдан үшін болды. Қазақстандықтар Мәскеу түбіндегі шайқастарда, Сталинград, Курск шайқастарында, Днепр маңындағы шайқастарда да ерліктер көрсетті. Және соның арқасында 123 қазақстандық жауынгер Кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстандықтар партизан қозғалысына да белсене қатысып отырды. Украина мен Беларусь партизан отрядтарында 3000-нан астам қазақстандықтар болды. Берлин үшін шайқаста Рейхстагқа жеңіс туын тігуге де қазақстандықтар өте үлкен зор үлесін қосып отырды. Европа антифашистік қозғалыстарында және Берлин үшін болған шайқастарда 150 қазақстандық Кеңес одағы батыры атағын алды. Ұлы Отан соғысы жылдарында майданға 1,2 миллион қазақстандық шақырылды. Және олардың ішінде Кеңес одағы батыры атағымен марапатталған Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Талғат Бигелдинов сияқты белді батырлар болды. Ұлы Отан соғысы жылдары жаңа айтып өткеніміздей Қазақстаннан 1,2 миллион жуық адам шақырылды. Майдан даласынан 394 мың боздақ қайтып оралмады. Соғыс жылдары Қазақстан жерінде 14 атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық әскер дивизиясы, 6 атқыштар бригадасы мен 50-ге жуық әртүрлі полк және батальондар құрылып майданға аттандырылып отырды. Жаумен жан аямай шайқасқан қазақстандық 5 әскери құрамға гвардиялық деген құрметті атақ беріліп, олардың туларына орден тағылды. Олардың қатарында жауынгерлерінің ерлігі аңызға айналған атақты 8-ші гвардиялық Панфилов дивизиясы болды. Жан қиярлық ерлігі мен батырлығы үшін 96.638 қазақстандық жауынгер бірнеше дүркін орден мен медальдермен марапатталды. 497 жерлесіміз Кеңес одағының батыры атанды. Олардың 97-сі қазақ болатын. 142 жауынгер даңқ орденінің толық иегері атанды. Отанын жаудан қорғау үшін көп ұлттан тұратын Кеңес халқының ішінде қазақ халқы ерекшелікпен көзге түсті. Халық жадында құрамында 30 ұлттың өкілі бар. Брест қорғаушыларының өшпес ерлігі мәңгі сақталады. Қазақстан жерінде жасақталған Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизия Мәскеу түбіндегі шайқаста
теңдессіз ерліктің үлгісін көрсетті. Панфиловшылардың ішінде шын мәнінде болаттай беріктік пен ержүректік көрсеткен өз заманында атаңызға айналған жерлесіміз Бауыржан Момышұлы бар еді. Қазақстандық жауынгерлер Рейхстагқа шабуыл жасауға да қатысты. Оның шаңырағына жеңіс туын алғаш рет қазақ тікті. Ол Рахымжан Қошқарбаев болатын. Кеңес одағының батыры Сағадат Нұрмағамбетов Берлин үшін ұрыстарға қазақ жауынгерлерін бастап кірді. Севастополь үшін шайқаста Кеңес одағының батыры Дабаш Бабажанов айрықша көзге түсті. Оның ерлігі батыр қаланы қорғау үшін болған қырғын қиямет соғыс бейнеленген панорамаға түсірілген. Николай Гастеллоның ерлігін қайталаған Нұркен Әбдіров, Александр Матросовтың ерлігін қайталаған Сұлтанбай Мағамбетовтің жау танкісіне қас қақпай қарсы жауып гранатамен қоса жайылған Қарсыбай Сыпатаевтың есімдері мәңгі өшпейді. Бұл айтылған кісілердің барлығына Кеңес одағының батыры атағы берілген. Жалпы Кеңес одағы батыр атағын 2 рет алған даңқты ұшқыштарымыз Талғат Бегелденов пен Сергей Луганский, Леонид Беданың ерліктері халқымыздың мәңгі есінде. Әди Шәріповтың басқаруындағы партизан отрядтары Беларусь ормандарында да шайқасты. Украин жерінде де Отан соғысының атаңызға айналған батыры Кавпактың партизандық бірлестігінде Қасым Қайсеновтың отряды болды. 900 күн қоршауда қалған ленинградтықтарға қазақ халық ақыны Жамбыл Ленинградтық өлеңім атты жалынды жырын арнады. Қазақстандықтар Варшаваны, Софияны, Белградты, Праганы азат етушілердің қатарында болды. 15 қазақстандық бригада негізінде құрылған 150 атқыштар дивизиясы жауынгерлері Берлинге шабуыл жасады. Рейхстагтың күмбезіне жеңіс туын тігуге қатысты. Жалпы енді Отан соғысы жылдарында Қазақстан тақырыбына бірсыпыра мәлімет беріп өттік. Ендігі кезекте осы сабақты қорытындылау немесе сабақты ары қарай қызықты өту мақсатында бірнеше стратегияларды қолдандық. Яғни ең бірінші стратегиямыз ол бізде сандар сөйлейді стратегиясы. Яғни студенттерге дәл осындай үлгіде карточкалар таратылады. Яғни студенттер осы сандар туралы не біледі, бұл қандай даталар немесе қандай цифралар деген сияқты қасына жазып шығу керек. Екінші бір әдісіміз ол еркін ойлар стратегиясы. Яғни бұл бізде пікір сайыс ретінде өтеді, яғни дебат. Соңғы жылдары баспасөз беттерінде, мақалаларда соғыстың аяқталған күні жеңіс күні ме немесе аза күні ме деген мақалалар басылып, жеңіс күнін тойламай керісінше аза тұту керек деген сияқты пікірлер айтылып жүр. Бүгін осы мәселе төңірегінде пікір сайыс өтеді. Осыған 2 түрлі баға береміз. Яғни осы мәселені шешу барысында сайысқа жеңіс және аза фракциялары қатысады. Қалған оқушылар фракция келтірілген фактілер мен дәлелдерді тыңдап отырады. Соңында қолдарына берілген дөңгелекшелер арқылы дауыс беріп қорапқа салады. Яғни қызыл дөңгелек жеңіс фракциясын, көк дөңгелек аза фракциясын жақтап қорапшаға салады. Яғни әр оқушы, әр студент өз ойын, пікірін айтып, осы тақырып бойынша өзінің таңдаған дөңгелегін қорапшаға апарып салады. Сол бойынша пікір сайыс немесе дебат ұйымдастырылады. Екінші бір әдіс ол жалпы сабақты қорытындылау мақсатында келісу-келіспеу стратегиясы. Яғни мұғалім бірнеше мәліметтерді оқиды, соның ішінде студенттер неге келісетіндіктерін, неге келіспейтіндіктерін түсіндіру қажет. Және міне мына жерде көрсетілгендей осындай сұрақтар беріледі, және осы сұрақтарға жауап беру арқылы сабақты жалпы қорытындылауға болады. Одан кейін сабақты қорытындылаған кезде тағы бір викторина арқылы қорытындыласақ та болады. Яғни міне дәл осындай викторина, яғни старт деп бастаймыз. Айналдыра отырып, мынау ұяшықтардың астындағы сұрақтарға жауап береді. Яғни біреуін көрсетіп кетейін. Мысалы, төрт саны бізде қай жылы фашистік Германия әскері Кеңес одағына тұтқиылдан соғыс жарияламас бұрын басып кірді деген сұрақ. Және осы сұраққа оқушылар жауап беруі керек. Жалпы енді бағалау шкаласына қорытындылағаннан кейін бағалау шкаласына тоқталып кететін болсам, бізде университетімізде 100 балдық бағалау жүйесі болғандықтан әрбір сабаққа қатысуына,
сабақта өз пікірін айтып отыруына, сұрақтарға жауап беруіне байланысты шкалалар арқылы бағаланып отырады. Яғни сабаққа қатысу үшін 20 балл, дайындығы үшін 20 балл, қосымша материал айтқан үшін 20 балл, өзіндік пікірін, ойын білдірген үшін 20 балл, сұрақтар яғни қойып отырғанына 10 балл, сұрақтарға толық жауап бергеніне 10 балл, және осылайша осының барлығын жинақтап жалпы балл шығарылады. Жалпы енді біздің сабақ өту әдісіміз осындай. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.